болсаң, оқыған Құраныңда сауап жоқ ода дейді. Сауап жоқ деп айқайлап айтып жатыр. Сауап жоқ дегенде неге бас тартпайды? Халық неге бас тартпайды? Әр адамға Құдайдың өзі бір періштелерді қойған дейді. Қазір бәрін ұмытқан. Только молдаға қорыққанынан бергісі де жоқ, ақшасы да жоқ адамдар. Қорқады. Өзі беріп жаңағы толкает. Ол ала береді. Құнығып кеткен адам. Анда бағыс періштелер жанында жолда қалды. Айтады ғой, періштелер адамға қызмет етеді екен, жетелейді екен мына өмірде. Сонда соларменен байланыс жоқ қой. Адам теріс қарап тұр өзінің періштелеріне. Оның бәрін адам ұмытқан. Сол молда. Мына есі бар ер кісілер айтпай ма? Давайте жаназа шығарып үйренеміз. Үйреніңдер. Үйтіңдер, сөйтіңдер деп неге жақын адамның, жаны ашыған адамның шығарғаныменен какой-то там молда протокольно, ол может быть айтып тұрып миы өзінің ақшасын санап атқан шығар. Сауабы тие ма? Көкірегінен, кеудесінен, жүрегінен шыққан сондай жылы сөздер, өз сөзімен, өзі ниетін, өзін барын